Батыр Қонтайшының күш алып енді Ресейге елшілік салуы, Қытай мен Ымыраға келуі, құрылтайдың жаңалықтары бірінен соң бірі Түркістан сарайына естіліп жатты. Бірақ мұндағы биліктің солқылдақтығы ойраттардан төнетін қауіпті әлі де болса сезінуге мүмкіндік бермеді. Бар әңгіме тақтың төңірегінде болып, төрелердің жеке билігі салтанат құрды. Оларға Жәңгір сұлтанның тұтқындалуы айтарлықтай әсер етпеген сияқты. Екінші Жәнібек хан бауырын жауға беріп отырмады. Араға елші салып келіссөздердің нәтижесінен немесе Күнделен тайшының көмегімен ақыры Жәңгір сұлтан Жоңғария тұтқынынан босап шықты. Елге орала сала өз көзімен көрген әскерді, билікке келген нояндардың өзара уағдасын, бұл бұрынғы ойрат емес, әлдеқайда әскери қабілетке ие держава екеніне сендіріп бақты.